Баршаңызға сәлем. Сіз бұны алғаш көргенде мандарин деп ойлайсыз, бірақ бұл шын мәнінде ерекше салат. Бүгін сіздермен сыртқы көрінісі мандарин, дәмі керемет әрі тойымды салат дайындаймыз. Жаңа жылдық дастарханыңыздың көркін ашып, қонақтарыңыздың таңғалатыны анық. Видеоны қарамас бұрын каналыма тіркеліп алыңыздар. Ендеше бастайық. Ең алдымен піскен тауықтың төс етін осылай майда етіп турап аламыз. Мінекей барлық тауық төс етін турап алдық. Ыдысымызға салып, енді 2 қайнаған жұмыртқамызды да тура солай майдалап көбіктеп турап аламыз. Мінекей жұмыртқамызды да турап, ыдысымызға осылай саламыз. Енді осындай чесноктың 2 тісшесін түйіркінің майда бөлігінен өткізіп аламыз. Енді ірімшігімізде осындай үкіштің көмегімен майда бөлігінен осылай өткізіп аламыз. Мінекей барлығын өткізіп болдық. Енді сол бөліктен қайнаған сәбізімізді де майдалап турап аламыз. Мінекей сәбізімізді үкіштен өткізіп болдық. Енді жинауға кірісеміз. Ол үшін осындай пищевой пленкаға жайып аламыз. Енді піскен сәбізімізді дөңгелек пішінге келтіріп, бәрін біртекте етіп, жұқалап жайып алатын боламыз. Қасықтың көмегімен немесе қолмен біртекте етіп тегістеп шықсаңыздар болады. Мінекей біз сәбізімізді дайындап қойдық. Енді жаңағы салатымызға тұздан жарты шай қасық керегінше майонез қосып, барлығын жақсылап араластырып аламыз. Араластырып дайын болған салатымызды қолымызға осылай біраз қасық алып, дөңгелек пішінге келтіріп аламыз. Сосын жаңағы жайып алған сәбізімізге салып, ортасына осылай пищевой бумагымен дөңгелек пішінге келтіріп жинаймыз. Енді сәндігі үшін салат жапырағын осылай қойсаңыздар болады. Енді мандаринімізді осылай теріс қаратып, әдемілеп жинаймыз. Барлығын осылай тура жаңағындай етіп, бірінші сәбізімізді жайып аламыз. Одан кейін жаңағы араластырған майонез қосылған салатымызды қолымызға пішін келтіріп, дөңгелек пішін етіп, сәбізіміздің ортасына қойып, осылай пищевой пленкамен дөңгелек пішінге келтіріп, әдемілеп аламыз. Менен тура осындай орташа көлемде 4 мандарин шықты. Сәндігі үшін осы мандариннің сабақтарын қойып қойсаңыздар болады. Мінекей біздің нағыз мандарин іспеттес салатымыз дайын болды. Құрамы қарапайым, дәмі керемет әрі тойымды. Рецепт ұнаған болса, лайк басып сақтап алып, сіздер жасап көріңіз. Егер жасаған болсаңыз, пікірге ойыңызды қалдыруды ұмытпаңыз. Жаңа рецептерді жіберіп алмас үшін каналыма тіркеліп алыңыз. Ас болсын, келесі видеода кездескенше.